Саламатсыздар. Мен бүгін сіздерге песочный тестодан жасалатын әдемі дәмді печеньелердің түрін көрсетемін. Цукаты қосып және қатқан вишня мен асқабақтың дәнегін қосып, ішіне шоколад қосып көрсетемін. Ерімейтін шоколад. Өте дәмді печенье және қатпайды. Мешокқа салып қоюдың керегі жоқ. Соғалып отырса да столдың үстінде қатпайды. Бізге керегі бөлме температурасындағы май, қант, жұмыртқа, ұн және арасына қосатын заттарымыз. Мені миксердің де керегі жоқ. Қасықпен, маймен қантты араластырып аламыз. Жақсылап 1-5 минутта араластырамыз. Содан кейін жұмыртқаны салып 1-2 минут жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды 2-ге 3-ке бөліп қосамыз. Қарайсыздар, 10 грамм көп, 10 грамм аз болуы мүмкін. 10-15 грамм әркімнің өзінің ұнның текстурасына байланысты болады. Ол әртүрлі фирманың ұрындары әртүрлі болып келеді. Жұмсақтау, қатты, жұмсақта месімді көріп тұрғандарыңыздай қатты да емес, тесті шығады. 500 грамм шықты, сонымен 3-ке бөліп алдым. 3-ке бөліп алып, теңге бірінші бөлегіне жаңағы кепкен вишнямен асқабақтың дәнегін салдым. Ішіндегі салатын заттарыңыздың мынандай грамм дейтіні жоқ. Аз салсаңыздар да болады, көп салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен вишняны және цукатыды жуып кептіріп алдым. Цукаты қатты кеппейді. Кішкене кепті, ал вишня жақсылап кептірдім. Екеуін де турадым, ұсақтап. Міне шоколадты салғанды көрдіңіздер, және осындай етіп цукатыды салдым ішіне. Одан кейін мешокты алып, осындай етіп форма жасаймыз, төртбұрышты етіп. Мен де бірақ осылай жасадым. Дөңгелек жасасаңдар да болады, рулет сияқты етіп. Бірақ осындай маған әдемі сияқты көрінгесін осылай жасадым. Қараңыздар, үшеуін де осындай етіп бірдей етіп жасап аламыз. Биіктігі біреуінікі аласа, біреуінікі сәл биік болуы мүмкін. Міндетті емес, бірдей болу. Қолдан жасалған зат болғаннан кейін білініп тұрады. Ол бәрібір өте дәмді, бірақ та дәмі әртүрлі, жақсы, шай ішкенде болсын жақсы келеді. Осылай етіп жасап алып, 1 сағатқа, кем дегенде 40 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Жасаңыздар. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, қонаққа да жасауға болады. Әртүрлі беріп, дәмінде әртүрлі болып, қонақтарыңды да қуантатындарыңызға сенемін мен. Бәріңізге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны ақырына шейін қараңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бір нәрсе түсініксіз болса сұраңыздар. Міне осындай етіп 1,5-2 сантиметр етіп кесіп аламыз. Үшеуінде осылай етіп кесеміз. 170 градусқа пісіреміз. Духовкада 170 градусқа менде 25 минутта пісті. Мүмкін 20 минутта пісер. Қарайсыздар, қатты қызарып кетпеу керек. Өте дәмді печенье шығады. Жіберіп алмаңыздар, менің каналымды қарап отырыңыздар, әртүрлі рецепттер салып отырам. Өздеріңізге қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.